Саламатсыздар ма балалар? Біз бүгінгі тақырып бойынша, логикалық операторлар бойынша білімлен тапсырмаларына тағы да талдау жасаймыз. Видео түсіндіруде теориялық сабақ берілген. Теориялық сабақты соңына дейін тыңдап түсініп алғаннан кейін біз астында тапсырмаларға кірісеміз. Осы тапсырмаларға қазір практикалық видеолар жасап, Scratch бағдарламалы ортасында көрсетемін. Бірінші тапсырмада не сұрап тұр бізге? Ұсынылған бағдарламада егер онда блогында шарт неше рет тексерілгенін анықта дейді. Дот 2 дегенге тиіп тұрма дейді. Онда мияу дегенді 1 секунд бойы айту дейді. Яғни мияу деген сөзді мысық айтады. Ол мысық дог 2 дегеніміз бізде күшік. Біз ол кейіпкерімізді де қосып алайық қазір. Жануарлар, жаңа кейіпкер қосу деген жерден жануарларды таңдап, дог 2 күшігін қосып аламыз. Бізде міне 2 кейіпкер болды. Енді осы мысық жүріп келе жатады да, міне 50 қадам жылжы дейді. 50 қадам жылжығанды 20 рет қайталайды. 20 рет қайталайды. Біз экраннан шығып кетпес үшін программаның соңында шет болса итерілу, яғни мысық қадам жүріп экраннан шығып кетпес үшін біз оны шет болса кері қайтатындай команда қосып қоямыз. Енді ол жүріп келе жатып, егер күшікке соғылатын болса, онда мияу деген сөзді айтады. Және оны неше рет қайталайды. Оны біз білу үшін сыртқы циклға қараймыз. Жаңа айтып өттім. Цикл ішіндегі әрекеттердің барлығы циклдың саны қанша болса, сонша рет қайталайды деп. Қайталану санын білу үшін циклдың санына қараймыз. Екінші тапсырмада не сұрап тұр бізден? Екінші тапсырмада ойын басталған кезде міне айнымалы сан санауға дайын тұр. Есептің мәні әзірше 0 болып тұр. Біз айнымалыны қайдан аламыз? Ең алдыңғы сабақта айнымалар тақырыбында айнымалы біз деректер блогынан аламыз дедік. Деректер блогында ешқандай айнымалы жоқ. Біз оны өзіміз жасап аламыз. Басқа біреулердің жасаған айнымалысы тұруы мүмкін. Есеп деген айнымалын жасап аламыз дедік. Есебіміз 0 болып тұр әзірше. Нені санаған жоқ. Енді біз нені санаймыз? Сіздерден соны санап тұр. Есеп мына жерде қандай әрекетті санап. Қайталану циклына келейік. Циклымыз 20 рет қайталанады. Циклдың ішінде 50 рет жылжу дейді. Ол қозғалыстан аламыз. 10 қадам жылжу. 10-ның орнына 50 жасамыз. Келесі, егер онда блогы. Егер онда блогы, бұл күшікке соғылғанын қайдан білеміз? Күшікке соғылғанын біз сенсорлар арқылы білеміз. Кейіпкердің басқа нысанға барып жанасқанын байқайды, не соғылғанын. Егер соғылатын болса, онда мысық мияу дегенді айту керек. Мысық мияу дегенді айтқан кезде біздің есеп айнымалымыздың мәні 1-ге өзгереді. Есеп мәні 1-ге өзгереді. Келесі секунд ойлану дейді. Деп ойланады дейді. Бұл циклдың сыртында тұр бізде. Және шет болса итерілу. Ол қозғалыстың ішінде. Шет болса итерілу. Егер онда блогына кіріп тұрған біз мияу деген әрекеті. Егер соғылсақ, онда көрінбей қалды ма, онда мияу деген сөзді 2 секунд бойы айту дейді. Және есептің мәнін 1-ге өзгертеміз. Осы жерде санақ басталады. Есеп айнымалысы қандай әрекетті санайды деп. Бұл бізге түсінікті. Үшінші тапсырмада 4 айнымалы бар екен. Енді айнымалыны деректер блогынан жасаймыз. Бұл жерде бір-ақ айнымалы тұр, есеп деген. Бізге есеп 1, есеп 2, есеп 2, есеп 3, есеп 4, есеп 4. 4 айнымалыны жасаймыз. Бізге енді мына айнымалы керегі жоқ. Есеп 1. Мән береміз. Есеп 2 айнымалысына мән береміз. Әзірше 0 болып тұр барлығының мәні. Есеп 3. Есеп 3, яғни санақ басталмай тұрғанда мән 0-ге тең болып тұрады. Енді циклда 20 рет қайталанатын әрекеттерімізді қарайық. Не қайталанады? 50 қадам жылжу көзі қалады. 50 қадам жылжығаннан кейін есеп 1-дің мәнін өзгертеміз. Бұл жерде есеп 1 деген айнымалы қандай әрекетті санап тұрғаны белгілі. Екінші, мысық күшікке кеп соғылса, онда
сәлем дегенді айтады және есеп екінің мәні өзгереді. Сәлем деп айтады. Сәлем деген әрекеті есеп екі айнымалысы санай бастайды. Келесі әйтпесе серуендеймін деп айтады. Бұл жерде енді егер онда деген блокты басқарудан егер онда әйтпесе деген блогына ауыстырамыз. Егер соғылса, онда сәлем дегенді айтады және сәлем деп айтқанын санай бастайды. Әйтпесе серуендеймін дегенді айтады. Күшікке соғылғанға дейін ол серуендеймін деп 20 рет қайталап айтады. Себебі 20 рет қайтала деген циклдың ішінде тұр. Ол сөзін біздің үшінші есеп 3 деген айнымалымыз санап отырады екен. Есеп 3 деген айнымалы санап отырады. Бізде енді блогымыздың сыртында, егер онда блогына кірмейтін, тағы да шет болса итерілу деген әрекетіміз бар. Ол шет жақтан итерілген сайын мысығымыз төңкеріліп қалмас үшін мына жерге оңға солға қозғалсын қойып қоямыз. Енді шет болса итерілуді біз қалай санаймыз? Шет жақтан итеріліп келгенін есеп 4 деген айнымал арқылы санап отырады екенбіз. Сонда әрбір кейіпкердің әрбір әрекетін санап отыруға біз айнымалы тағайындап қоюымызға болады екен. Бұл жерде сіздерден сұрап тұрғаны қай айнымалы қандай әрекетті санап отыр дейді. Сахна шетімен жанасу саны дейді. Сахна шетімен жанасу әрекеті ол шет болса итерілу деген команда. Сәлем сөзі белгілі. Сәлем сөзі қайда тұрғанын, оны қай айнымалы санап отырғаны белгілі. Мысықтың сахнада жасаған қадамдарының саны дейді. 50 қадам жылжып отырғанды қай айнымалы санап отыр, соны сұрап тұр сіздерден. Сіздер сәйкестендіресіздер осы арадан. Scratch'тің библиотекасында космос деген фон бар ма екен қараймыз. Фонды таңдай салайық. Бір фон таңдадық. Тағы да фондардың бірнеше фон ауысатын болса, фондар қалташасын ашамыз. Осы жерден керексіз фонды алып тастап, тағы қандай фондар бар салып қойсақ болады. Ғарыш, орманға ұқсас бір жерден таңдай салайық. Бұл программамыз бөлек тұра берсін. Біз келесі программаны жасай берсек болады. Фонды ауыстыру дейді. Фонды ауыстыру. Біз мум деген фонға ауыстырып қойық. Бұл космос 3 дегенге ауыстырып қойыпты. Басқарудан әрқашан деген немі қайталанатын әрекеттер болса, әрқашан циклына қоямыз. Алыстан 50 қадам жылжу. Оның орнына 50 қадам жылжу. Егер онда әйтпесе дейді. Егер мысыққа соғылса, онда фонды космос 1-ге ауыстырамыз дейді. Әйтпесе фонды космос 2 фонына ауыстырамыз дейді. Бізде егер онда әйтпесе деген шарттардың болуы керек. Егер жанасқанын білу үшін соғылғанын біз сенсорды таңдаймыз. Сенсорымыз соғылған кезде фонды ауыстырамыз осы кезде. Біз мысалға фонды Space деп ауыстырамыз. Ал бұлар космос 1 деп таңдаған. Келесі әйтпесе басқа фон. Әйтпесе енді шет болса итерілу. Экранға шығып кетті. Байқағандарыңыз аймысақ ондай орын алмасы үшін біз шет болса итерілу дегенді команданы таңдаймыз. Тағы да бізде блоктар тұр. Шарттар блок егер онда деген. Әйтпесе жоқ, егер онда. Басқару блогынан егер онда деген блокты табамыз. Сенсорлардан енді кез келген батырма басылған кезде деген. Яғни біз пернетақтадан кез келген батырманы бассақ, межеден ғарыш батырмасы басылған дейді. Ғарыш дегеніміз ұзыншақ пробел. Фон орманға ауысып кетеді. Келбеттен фонды ауыстыру. Орман. Бізде орманымыз бұл түспеп тұр. Барлығын тоқтатамыз. Осы скриптін тоқтатамыз. Ең соңында. Енді біз жасаған программамыз орындауға жіберіп көрейік. Екі программа қатар тұр.
Күшікке соғылған жоқ. Күшікке соғылмаса бізде серуендеймін деп айтады, иә? Егер күшікке соғылса, онда сәлем деген сөзді айтады. Әйтпесе серуендеймін деген сөзді айтып жүре береді. Енді біз күшікті жолына қойып қояйық. Күшікті жолына қойып қояйық. Қас соғылған кезде сәлем деп айтар ма екен? Сәлем деп айтпай, қасынан өте шықты. Так, неге? Док деп көрсетпеппіз ғой бұнда. Док. Енді міне сәлем деп айтты. Әне, күшікті қасынан өтіп бара жатып еді. Сәлем деп айтты. Қасынан кетіп қалды. Серуендеймін деп жүр. Программаны тоқтатайық. Басында мынандай фон болатын. Мон деген бізде. Содан кейін күшікке соғылды. Space'ті таңдады. Тағы көрейік. Егер күшікке соғылмаса, қандай фонды таңдайтынын. Басында күшікке соғылмап еді, туннельді таңдады бірден. Әйтпесе туннель деп. Егер күшікке соғылғанда, онда Space, яғни кеңістік деген фонды таңдаушы еді. Келесі 5-ші тапсырмада. Ұсынылған программада қайталау блогы тигенге дейін ол 50 қадам жылжуды, экранның шетіне барып қайта кері қайтуды, ол осы әрекеттерді үздіксіз жасай береді. Оның алдынан күлгін түс шыққанша, оңға солға мысықтың қозғалысын қойып аламыз. Деректерден санау қадамдар дейді. Екі айнымалы жасаңыздар дептер, біреуі санау. Нені санайтынын қазір көреміз. Келесі қадамдар. Қадамдар айнымалысы дейін қайталау деген. Дейін қайталау міне. Сенсорлар блогынан күлгін түске тиіп тұрма дейді. Күлгін түсті біз қайдан тапсақ болады екен? Күлгін түсті экранның кез келген жерін бассаңыздар, келбет деген жердің, келбет деген блоктың өзінің түсі күлгін болатын, мен соны басып едім, күлгін түс таңдалды. Күлгін түске тиіп тұрса, 50 қадам жасау. 50 қадам жасау. Шет жақ болса итерілу. Алдынан күлгін түс шыққанша ол осы алдыға қарай жүре береді дейміз. Шетіне келгенде кері бұрылып қайтады. Енді санау айнымалысының біз мәнін өзгертеді екенбіз. Мән бермейміз, мәнін өзгертеміз. Қадамдар емес, санау айнымалысының. Кез келген айнымалы не есеп санайтын айнымалы болса, есеп жүргізетін, ол алдында тұрған әрекеттерді санап шығады. Енді біз орналастыруымыз керек. Тағы да заттардан шар, доп тұрсын. Тағы да бізде және де талма тұрсын. Өздеріңіз көріп отырсыздар, бұл қызыл түске де, жасыл түске де, сары түске де тиіп тұр, жанасып тұр біздің кейіпкеріміз мысық. Не себепті? Себебі ол қозғалысын тоқтатпайды, себебі оның алдынан әлі күлгін түс шыққан жоқ. Сол себепті ол қозғалысын тоқтатпайды. Бізден сұрап тұрғаны, осы шартқа сәйкес келмей тұрған команданы табуымыз керек. Және де бізде осы программалау берілген программада бір көрсетілмеген артық команда тұр. Соны табуымыз керек мына жауаптан. Тапсырмалар түсінікті болса, келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.